мен күшті сабақ өткім келеді дейді, бірақ мен оқушылар тыңдамайды. Қалайсыздар, бізде менде түнгі серуен. Жаңа енді талқылап жатырмыз да, бастауыш, жоғары сынып деген дүниелерді. Былай қарап тұрсаң, бастауыш сыныпқа курстар өте көп, мастер-класстар өте көп, көрнекіліктер да неше түрлі өте көп та бастауыш сыныпқа. Ал жоғары сыныпқа келген кезде вообще почти жоқ. Енді біз бармыз, біздің курс жоғары сыныпқа да жарай береді. Досым естіліп жатыр ғой, жоғары сыныпқа да жарай береді, бастауышқа да жарай береді, прям универсал. Енді біз курста біздің бір ерекшелігімізді айтқым келіп тұр. Біз әр пәнге байланысты подход жасаймыз. Мына пәнде былай істесеңіздер болады, ана пәнде былай істесеңіздер болады деген сынды ше. Және де сонымен қатар біздің анализ қорытындымыз бойынша ең үлкен бір немізді айтайын ба, преимущество, ерекшелігімізді, артықшылығымызды. Қазіргі балаларды таңғалдыру, қызықтыра алу қиын да. Яғни психологиясы бұрынғыдай емес. Ә десең мә дейді деген сияқты, ол бастауыштан бастап сондай. Маған жекеге келген оқушылар, ұстаздар, мастер-класстағы ұстаздардың барлығының проблемасы осы нәрсе негізі, психологиялық тұрғыдан. Мен күшті сабақ өткім келеді дейді, бірақ мен оқушылар тыңдамайды дейді. Сондай оқушыларым бұзық деген сияқты сондай нәрселер айтады да. Біздің курста осындай дүниелерге қалай жұмыс жасау керек, яғни психологиялық тұрғыдан да мотивациялық қолдау болады да. Так что енді универсал курс бастауышқа да, жоғары сыныпқа да арналған, так что жіберіп алмаңыздар деген келеді. Осындай бір преимуществомызды айтқым келді да сіздерге. Жаяу жүріп келе жатыр.